Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жаңа жылға арналған үй жағдайында шыршаға ілетін осындай ойыншықтарды бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге пенопластовый шарик қажет болады. Менде осындай 8 және 7 диаметрлік шарлар. Ең бірінші ойыншығымыз қыздар 7 диаметрлік шардан тұрады. Бізге осындай ПВА клейі және сухой пигмент қажет болады. Ол сіздерде мелкий болғаны жақсы. Осылай шарымызға зубочисткамызды қадап алып, сыртына ПВА клейін жұқалап жағатын боламыз. Одан кейін жерімізге қыздар ақбет төсеп аламыз міндетті түрде. Осының үстінен біз жаңағы сухой глиттерімізді шашатын боламыз. Артық блескамыз біздің ақбетімізге түсіп отырады. Осылай келесі бөлікке де ПВА клейін жұқалап жағып, осылай қайталайтын боламыз соңына шейін. ПВА клейін қатты қалың жағып жібермеңіздер, себебі қалың жағып жіберсеңіздер ол қатпай қалуы мүмкін. Жағып болғаннан кейін біз губкаға қадап қоямыз. Біздің ПВА клейіміз кебуі қажет. Дәл осындай сухой глиттермен қызыл түсінен екінші шарикті де жасап қойдым қыздар. Қалған глиттерімізді біз осылай жан-жағын бүктеп алып, қайтадан ыдысымызға салып алатын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ, глиттерларыңыз бүлінбейтін болады. Қыздар, біздің шарымыз кепкеннен кейін сырты кішкене жабысқақ болады, жылтырақтары. Сондықтан біз осындай шаш қатыратын лакты алып, сыртынан шашып тастайтын боламыз. Сол кезде жылтырақтарыңыз қолға жабыспайтын болады. Бірақ бұл жерде де кішкене кепкенін күтулеріңіз қажет. Әрі қарай бізге қайшы глиттерный фоамиран қағазы, бізде бұл серебристый және зубочистка және золотой серебристый осындай жіпті алатын боламыз. Менде ішкі жағы бұның резинка қыздар. Енді біз шарымызды алып, оның ішін қайшымен кішкене тесіп алатын боламыз. Одан соң жібіміздің екі жағына зубочистканы орналастыратын боламыз. Енді осы зубочисткамызды манағы қайшымен тесіп алған бөлікке салып жіберетін боламыз. Жоғарғы бөлігін осылай қайшымен қиып тастап, төменге қарай кіргізіп жібереміз қыздар. Одан кейін глиттерный фоамиран қағазымыздан осындай жіңішке бөлігін қиып алып, сонымен жоғарғы бөлігін сәндейтін боламыз. Осылай кішкентай бөлігін орап алдық және тағы бір бөлік қиып, жоғарғы жағын жауып қоятын боламыз. Бұл жерде фоамиран қағазының өзінің желімі қатты ұстамайды. Бір күннен кейін ол босап кеткен болатын қыздар. Мен сондықтан бұл жерде ыстық желімді қолданған болатынмын. Кешегі желім деген жеріме ыстық желімді құйып жібердім. Міне қыздар, бірінші жаңа жылдық ойыншығымыз дайын болды. Осыған ұқсас етіп қызыл түрінде солай жасаған болатынмын. Үшінші ойыншығымыз қыздар осындай 8 диаметрлік шардан тұрады. Бұл жерде біз осындай глиттерный фоамиран қағазының екі түсін алған болатынбыз. Және қайшы және осындай манағы жіптеріміз золотой және серебристый түсінен алдық. Енді қыздар, бұл жерде мен барлық өлшемін жазып қойдым. Бізде ұзындығы 13,5 см, ені 1,5 см болатын. Және шет жағынан 1,5 см-ден екі жағын 3 бұрыштылап алатын боламыз. Әр түсінен осылай 8 дана қиып алатын боламыз. Жаңа сіздерге видеода енін жазбай кеткенмін. Ені қыздар 1,5 см, шатасып кетпеңіздер. Осылай барлығын қайшымен көрсетілгендей етіп қиып алатын боласыздар. Осы жерде қыздар түсіндіре кетейін. Бір түсін осылай бұрыш-бұрыш етіп 8-ін сыйдырып жабыстыратын боласыздар.
Мен бұл жерде бірінің үстіне бірін кигізбей жабыстырған болатынмын, бірақ менде 7 дана ғана сыйды, бізге ол аздық етеді. Сондықтан кішкене бірінің үстіне бірін мінгізіп 8 данасын сыйдыратын боласыздар. Шарымыздың бір жағына осылай розовый түсін, ал екінші жағына жасыл түсін жабыстыратын боламыз. Ең алдымен бірінші бұрыштарын жабыстырып аламыз, қыздар. Міне қыздар, мен 8 данасын осылай сыйдырған болатынмын. Екінші жағына да дәл осылай қайталайтын боламыз. Бірақ қыздар, екінші жағына жасылды жабыстырған кезде осы екі розовыйдың ортасынан өтетіндей қылып жабыстыратын боласыздар. Бірінші осылай көріп аласыздар, қай жерде екенін, сол жерге бірінші басын жабыстыратын боламыз. Осы жерде енді бір-біріне қарама-қарсы жасылдың үстіне розовыйды, розовыйдың үстіне жасылдың ұшын жабыстыратын боламыз. Ішкі жағындағы наклейкасын осылай алып тастайтын боламыз. Қыздар, бұл жердегі басты қағида, бұл астындағы ақ шаригіміз көрініп қалмау керек, жылтырларымыз бірінің үстіне бірі мініп кетпеу керек. Сондықтан ең бірінші осылай бастарын жабыстырып алыңыздар. Содан кейін қай жері ашық, сол жерді мен секілді дұрыстап түзейтін боласыздар. Жабыстырып болғаннан кейін артық бөліктерін мен сияқты қиятын боласыздар, қыздар. Ең бірінші басын біліп алып, жаңа мен көрсеткендей 1,5-1,5 сантиметрден қисаңыздар болады. Менің қолым жаттығып қалғандықтан, қыздар, мен өзім көзбен қия бердім. Сіздер или мен секілді осылай көзбен өлшеп қиып жіберсеңіздер де болады. Бір жағы осылай шыққан болатын. Енді екінші жағын қимас бұрын, қыздар, дәл банағыдай 2 зубочистка алатын боламыз, және осыған үйлесімді жібімізді аламыз. Шет жағын түйіншіктеп, дәл бана көрсеткенімдей екі жағына 2 зубочистканы салып, біздің пенопластымыздың ішіне орнататын боламыз. Зубочисткамызды қиып тастайтын боламыз. Енді жаңағыдай фоамиран қағазымыздың бұрышын шығарып қиятын боламыз. Қыздар, бұл жерде де мен ыстық желімді қолданған болатынмын. Себебі бір күннен кейін менің фоамиран қағаздарым осылай ашылып кеткен болатын. Сіздерде осылай ыстық желіммен бірден клейлап тастағандарыңыз жақсы болады екен. Міне қыздар, үшінші шарымыз осылай шықты. Бұған жұп болсын деп қызыл мен көктен екінші шарымды осылай етіп жасаған болатынмын. Сіздерге қалай менің ойыншықтарым ұнап жатыр ма? Ал қыздар, енді 5-ші ойыншығымызға кірісейік. Менде осындай 7 диаметрлік шар және пол бусиннан осындай 7,5 миллиметрлік 53 штугынан 3 дана алған болатынмын. Қыздар, бұл жерде мен қымбат алып қойыппын. 300 теңгеден алған болатынмын. Одан кейін жаңа жібіміз, ыстық желім және банағы зубочисткамыз. Ең алдымен біз жібімізді орнатып алатын боламыз. Себебі моншақты жабыстырғаннан кейін оны орнатып алуға үлгермей қалуымыз мүмкін, әдемі шықпай қалуы да мүмкін. Сондықтан ең бірінші ыстық желімізді қосып қойып, осы жібімізді орнатып аламыз. Желіміміз қызғаннан кейін, қыздар, осылай ішіндегісін кішкене шығарып алатын боламыз. Ол жерде біздің клейіміз көп тұрып қалғаннан кейін кішкене сары болып кеткен ішіндегі клей, соны шығарып жаңа клейге ауыстырып алатын боламыз.
Одан кейін желімімізді жайлап жағып моншақтарымызды орналастыратын боламыз. Бұл жерде абай болыңыздар. Ыстық желім өте ыссы, қолдарыңызды күйдіріп алуларыңыз мүмкін. Қыздар, осы жерде сіздерге бір қызықты айта өтейін. Мен 150 штук алып келген болатынмын. Алыста бір магазиннен тауып алған болатынмын. Неге екенін білмеймін, осы көк түс маған қатты ұнады. Бірақ жабыстырғанда қыздар, менің 150 моншағым бұл шарыма жетпей қалды. Сондықтан үйдің жанындағы магазинге барып қарасам, бұндай көк түс таба алмадым қыздар. Сондықтан жартысына енді жабыстырып қойғандықтан жартысына сері түсті моншақты осындай тауып алдым. Барлығын серімен істеуге болатын еді, бірақ жартысын сіздерге көрсетіп жабыстырып қойғандықтан видеоға түсіріп, оның өзі еңбек, шын айтқанда. Сондықтан қалған жартысына мен сері түсін қолданған болатынмын. Сіздер артығымен алсаңыздар, түгел осы шарыңызды түгел моншақпен тақсаңыздар болады. Және мен қымбат алдым деген болатынмын. Ол жерден мен 150-ге кішкентай түрін 100 теңгеге таптым. Ал бұл магазиннен мен 50 штугын тек 300 теңгеге алған екенмін қыздар. Сондықтан бірінші аралап жүріп, ішінен таңдап алыңыздар. Қыздар, мен бұл жерде көк түстің 100 штугын жабыстырып қойған болатынмын. Қалған 50 штугын ортасына келетіндей етіп жартысын жабыстырған болатынмын. Қалған бөлігіне сері түсті қолдандым. Қыздар, моншақтарды жабыстырған кезде де кей моншақтар кей жерлерге сыймай қалып жатты. Ол үшін мен келесі шаригімде қолданатын стразиктарды осы жерде кішкене қолданған болатынмын. Осындай стразиктер бөлек сатылады. Соны мен кішкене үлкен болып қалған жерлерге осы стразиктерді, моншақ сыймай қалған жерлерге стразиктерді жабыстырып жіберген болатынмын. Бұдан да кішкентайлау стразик алуым керек еді, бірақ келесі видеома маған осындай үлкен стразик қажет болды. Сондықтан да үлкен түрін алған болатынмын. Менде үйде кішкентай моншақтар болмады. Арасына кішкентай моншақтар, осындай полубусиннің кішкентай түрлері бар. Сондай түрлерді де алып, ортаңғы жағына жабыстырып жіберсеңіздер болады. Жоғарғы жағын сәндеу үшін қыздар, мен осындай серебристый лентаны және кішкентай ақ лентаны алған болатынмын. Біз бұл жерде бабочка жасап аламыз. Мен кішкене камерадан шығып кетіппін, бірақ бабочка жасау өте оңай. Өстіп бір-біріне майыстырып бабочка жасап аласыз да, ортаңғы жағын ақ лентімен бірінші клейлап, сосын ақ лентіні сыртынан орайтын боласыздар. Сосын сіздерде осылай бабочка дайын болады. Дәл осы бабочкамызды екінші жағына да қыздар қайталайтын боламыз. Енді екі бабочкамыздың артқы бөлігіне ыстық желімімізді жағып, бір-біріне қарама-қарсы жабыстыратын боламыз. Жібіміз екі бабочканың ортаңғы бөлігінде қалып қоятын болады. Лентіміздің шеткі бөлігін кішкене күйдіріп жіберетін боламыз. Мен алдыңғы жағын сәндеу үшін осы бусинкаларды ыстық желіммен орналастырған болатынмын. Сіздер стразикпен немесе басқа да заттармен әдемілесеңіздер болады. 5-ші ойыншығымыз осылай дайын болған болатын. Келесі ойыншығымыз қыздар 8 диаметрлік шардан тұратын болады.
бізге осы шарымыз және барқытымыз, осы стразиктеріміз қажет болады, және осындай кистінің жоғарғы жағына тағатын, қалай айтылатын білмеймін қыздар, осындай затты тауып алдым, соны орналастыратын боламыз. Қыздар, бұл жерде мен басқа түсті барқыт алғым келген болатын, бірақ ешкім маған кішкентай көлемде барқыт бергісі келмеді. Тек бір апай берген болатын, оның өзінде осындай қоңыр түсті қатты түрінен сатып алған болатынмын. Бергеніне қуанып алып кеттім қыздар, негізі ақшасына алып жатырмын, сонда да басқа түс сұрауға шын айтсам ұялдым. Қоңыр түсі бола ма дегесін алып шықтым, бірақ ешқандай алғаныма қуанған жоқпын. Үйге келгеннен кейін үйде королевский барқыттан жасап көрген болатынмын. Ол менде қатты материал, бірақ сонымен шыққандықтан жолдасым осыдан да жасап көруіме кеңес берді. Кішкене болсын настроением көтеріліп, осыдан сіздерге видео сабақ түсірейін деп шештім. Қызылды мен уже жасап қойдым қыздар. Қыздар, бұл жерде сіздерде созылатын барқыт болған жақсы. Менікі созылмағандықтан мен барқыттың жоғарғы бөлігін пенопластымның ішкі бөлігіне кіргізіп жіберген болатынмын. Сіздерде созылатын барқыт болатын болса, жоғарғы жағын мықты жіппен байлап, жан жағын қиып, жаңағы жоғарғы бөлікке алған теміріміздің ішкі бөлігіне салып жіберу болатын. Негізгі мен ойым, сіздерде солай шықса, егер солай жасаңыздар болады, егер болмаса, дәл менімен бірдей етіп қайталай беріңіздер. Енді осы бөлігімізге ыстық желімімізбен жаңағы темірімізді орналастыратын боламыз. Ішкі бөлігіне ыстық желімді көбірек құйып жіберіңіздер. Маталарыңыз сол ыстық желіммен қатып қалғаны жақсы қыздар. Барқытыңызды қалай сәндесеңіз де, немен сәндесеңіз де өте әдемі шығады. Мен осындай стразиктермен сәндеуді жөн көрдім. Осылай сыртқы жағына стразиктерді жапсырып шыққан болатынмын. Шахматный қатармен жапсырып шықтым қыздар. Жоғарғы бөлігіне золотой түсті жібімізді таққан болатынмын. Осылайша біздің 6-шы және 7-ші ойыншықтарымыз осылай дайын болды. Міне қыздар, барқыт қызыл түсті өте әдемі көрінеді екен. Мына жерде де менде ашық түсті болғанда тоже әдемі көрінетін еді. Енді сіздерде басқа барқыт болса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жаңа жылдық идеям сіздерге ұнаса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеомда көріскенше. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын.